Абайлы інілі екі бір туған гіл кеңеш табыш етіп бірге ішлеген, өзара дос тату ешегенler. Йұрттарында ерінші салғанlar, қыр ішлері де ортақ болған. Шолай аңлашып қына ешеп жатқанда, бұлар арасында кесек кіне бір аңлашылмаушылық келіп шыққан. Ол қара бұлыттай гел қойыра тұрғаш, екі туған бір-бірсі білен сөйлешмес, дәшмес дәрежеге жеткен. Шолай туғанлық жіплері үзілді дегенде, абай кішінің ешігін бір балта астасы шақыған. Іш ізлі едім. Вақытлы шағана болса да, сізде іш табылмас мы? Шыннан елші, ненде ішлер башқара алуында санап кеткен. Сеңа деген ішім бар деген абайсы. Әне көресің ме? Енешәдегі юрт білен икарада кішкіне ені шаға. Міне шул еніш алдына 2 метр бейіклікте қима қырырға керекті абай кіші. Онлары көрші йұртта інісі яшауын, һәм алар арасында зур низақ шығуында шилеп бере. Әнем өзі де аның йұртыда менің көзге көрінмәслік болсын. Көрмей тұрсам бәлкі ашуым басылыр еді. Мен ертеге іш білен шәһәрге кетем. Бірнеше күннен әйленіп қайтам. Сен мен қайтышқа ішіңні бітіріп қойын деді. Балтастасы қожаның шәһәрден қайтышына ішіні тәмамларға әлгіре. 2 метр бейікліктегі құйма орнына еніш үстіне 2 йұртны тұташтырып тұрушы бик ұңайлы матур көпір түзей. Бұл халini көрген абай кіші не айтерге білмей аптырап қала. Шол шақ інісі егіріп келеді. Абай, мен сенің білән ихлас көңілден ғұрланам. Көп мауырлықлар кетірсем де рәнжімегенсің екен. Сенің ненде яқшы кіші екеніңні түшілмеше яшағанмын мен. Кешір мен әгер болдыра аласаң дей. Ол өткенлер үшін бек өкіне. Екі туған арасындағы мүнәсәбәтлерінің жылынуына сүйінген балтастасы кетерге деп әйбірлерін жия башлай. Кетме, бізде сеңа тағын ішлер бар әлді яңа абайларынелі екі туған. Бек қалыр едім де. Менің көпір салуымны күтіп тұрушылар көп шолды ұста. Бір күнні бір шәкірт ұстаз янына келеді, өзімні бір керексіз кіші кесетем. Бүтін кіші менің қақта бұлдықсыз дей. Не ішлерге екен меңа ярдәм етігізәл дей. Афу етті ұстаз. Кешіктіріп болмай тұрған ішім бар еді шол. Әгер риза болсаң, сен меңа ярдәм ет. Әсіңінен мен сеңа ярдәм етермін дей. Мәне тағын бір шуым екінші планға қалды деп ойлап қойса да ризалаша егін. Ұстаз орта бармағынан езігін салып, мәне шушы балдақны сатарға керек еді. Меңа бұрышымны төлерге керек. Ләкин сен аны бір алтын ақшадан да кімге сатма. Егіт базарға келіп, езікні тәқдим ете башлаған. Бәйесін білгеш, бұрылып қына кетелер екен. Қай бірлер аңардан күліп кеткен қатты. Бір қорт сатушығына аңды береге сат алмассың. Көп дегенде бірнеше күміш ақшағына берерге мүмкіндер деген. Егітнің бек көңілі түше, сат алмыша кері ұстазы янына қайта. Афуй, сен көшқаны өте алмадым дей көңілсізгіне. Бұл езікні көпке арзандырақ бәйегіңіне сатып алырға тіледілер. Бірнеше күміштен кәгіне тұра дейділер. Дұрыс айтасың, сатқаншаның шын бәйесін ашықларға керек. Мұны зәрқаншығына біле ала. Барып қайт әлі дей. Зәрқаншы езікні қарағаннан соң, ұстазыңа айт, мен әліге 58 алтын ақшадан да көбірек бере алмайм. Әмі ұстазың күтерге вақыт берсе, бұл езікні мен 70 алтынға сатып аларға әзірмін дей. 70 алтынды егет есі кетіп, һәм шатлана ұстазы янына ашыға. Ұстазаның тәсірленіп қайтқанын көріп, енәшәсіне отырта да, білесің ме? Әр кішіде шушы езік күбік қабатланмас һәм бәхәлі. Шул ішеттен сенде, сеңа да бәйенішін білгішкіне бер ала. Шулай болғаш, не үшін әлі сен бірінші шыраған кіші бәйелер деп базар бойлап ересің дей.